Имамдар діни монополияға шақырады, уағызды өздеріне жеке меншік қылып алады. Айта бер, ата ананы құрметтеу жайында, өтірік айтпау, адал болу, ол жақсылыққа үндеу ғой, әрбір мұсылманның міндеті. Оны айта бер. Бірақ кейбір мысалға тренинг жүргізіп жүрген, бір қазақтың салт дәстүрін айтып жүрген біреу болуы мүмкін, ол бір әнші болып бизнес үйретіп жүрген бір тренер болуы мүмкін. Ол бірақ Аллахта тағдыр мәселесі, мысалы ақида ғой, ол үлкен. Алла тағаланың мысалға іс-әрекеттері, кейде Алла былай істейді, негізі ондағы мақсаты ол анау деп мысалға хадис бар ғой. Кім өзінің ойымен тәпсірлесе, кейбір мысалға көптеген бизнес тренингтерде, семинарларда бір аятта келеді да, бұл жерде Алла тағала мынаны меңзеп тұр деп, мысалға бірде-бір оған дейін тәпсірші ғалым айтпаған нәрсені айдаспадан шығарады ғой айтқан кезде. Ол хадисте келеді, кім Құранды ойымен тәпсірлесе, өзіне тозақтан орындайын дей берсін дейді. Ол Құран деген сенің бір мақсат мүддеңе пайдаланатын бір мәтін емес қой. Алла тағаланың бізге үндеуі, жолдауы ғой. Былайша білімсіз сөйлеуге қатты қарайды да дінде.